сендерге қаражат бере алмаймын, сотқа беріңдер. 6 балам бар, көп балалы отбасымыз. Жинақтап жинап, балаларымыздың аузынан жырып, тым жақсы салынған үйімізден айырылып, бала шағамен үй жағалап қаңғырып жүрміз. Екінші қатарды қарамай, оценка жасамай, тек бірінші қатарды қарап. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Мен Өтеубаева Гүлнұр, Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласының Исатай Тайманов 2-ші үй тұрғынымын. 2024 жылы 5 сәуірде су тасқынынан үйіміз судан зардап шекті. Сол кезде үкіметтен бөлінген қаражатты дұрыс есептелмегендіктен осы күнге дейін алмай отырмыз. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырза, премьер-министр орынбасары Қанат Бозымбаев мырза, бас прокурор Берік Асылов мырза, Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов мырза, және мәжіліс депутаттарынан, комитеттен, оның ішінде антикордан көмек сұраймыз. Соңына дейін тыңдап, жағдайымыз түсініп, көмек берулеріңізді сұраймыз. Менің айтарым, 2024 жылы 5 сәуірде болған су апатында зардап шеккен тұрғындардың біріміз. Өте қиын жағдайда қалдық. Үйіміз терезеге дейін су келіп 25 күн бойына суда тұрды. Өзіміз туысқандарымыз үйін паналадық. Менің айтайын дегенім, президентіміздің сол кезде айтқан үндеуінде су тасқынынан зардап шеккен халықтың барлығы ешқайсысы да елеусіз қалмайды. Қаржылай көмек көрсетіп, материалдық шығындар толық өтеледі деген еді. Су тасқынына байланысты еліміздің 10 аймағында төтенше жағдай жарияланды. Яғни Абай, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарында атқарушы органдар жіберген олқылықтарды түзеу үшін мен шұғыл түрде нақты тапсырмаларды бердім. Тасқын судан зардап шеккен азаматтарға айтарым: мемлекет бірде-бір адамды ескерусіз қалдырмайды. Баршаңызға қаржылық және басқа да көмек беріледі. Материалдық шығындар толық өтеледі. Материалдық көмек былай тұрсын, су тасқынынан кейін берген қаржылай көмекті әлі күнге дейін ала алмай отырмыз. Үйіміздің бірінші қатарын суға кетті деп капремонтқа 24 миллион берді. Алайда онымен келіспедік. Себебі үйіміз осы уақытқа дейін жарылып, апатты жағдайда тұр. Үйімізді қарап бағалаған Асия Индепендент Ассесмент мекемесі